Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін ши рецептін туралы айтайын деп едім. Ши пісіру үшін бізге сиыр еті, ысталған тауық, квашеный кырык кабат және көкөністер керек. Алдымен қазанға су құямыз. Сиыр етін саламыз. Сосын қазанды отқа қоямыз. Басында қайнағанға дейін қатты отқа, сосын жайыққа қоямыз. Қайнаған соң пияз бен тұзды саламыз. Осы уақытта тауық етін аламыз және етін сүйектен бөлеміз. Сосын картоп тураймыз. Тауық етін кесеміз. Және квашеный кырык кабатын дайындаймыз. 30 минуттан кейін пияз салып тастаймыз. Тауықтың сүйегін қазанға саламыз. 1,5 сағат пісіреміз. Сиыр етін және тауық сүйегін қазаннан аламыз. Етті сүйектен бөлеміз және тураймыз. Сүйектерді алып тастаймыз. Енді барлығын қазанға саламыз. Дәміне қарай дәмдеуіш қосамыз. Сиыр етін саламыз. Жарты сағат пісіреміз. Міне астайын ши өте дәмді болып шықты. Қазақта тату үйдің тамағы тәтті деген мақал бар. Аз болсын, сау болыңыздар.